Фильм басталғанда біз шағын қала маңындағы ауданға келеміз. Онда қоқыс таситын жүк көлігімен келе жатқан екі ер адамды көреміз. Бұл қала тұрғындары үшін сәл күмәнді көрінеді. Өйткені қоқыс машинасы әдетте таңғы уақытта мұншалық ерте келмейтін. Келесі көрініс жатын бөлмеге ауысады. Онда Лоусон есімді адам төсегінде ұйықтап жатыр. Ол сыртта тұрған қоқыс машинасының дыбысын естиді. Ол мұнда ерте келгенде таңырқап, төсегінен ашуланып тұрады да қоқыс шелегін алып сыртқа шығады. Бірақ сыртқа шыққанда жүк көлігін жүргізіп отырған адамдардың қоқысшыларға мүлде ұқсамайтынын байқайды. Сол сәтте олардың шын мәнінде Кук пен Диас деген кәсіби киллерлер екені белгілі болады. Екеуі де қаруларын шығарып, Лоусонды бірнеше рет атып, сол жерде өлтіріп кетеді. Кейін Кук пен Диас автосалонға барып, бұрынғы әскери адам Форесталмен келісім жасамақ болады. Олар көлікке отырып, автосалонның терезелерін қиратып, Форесталды да соғып өтіп, сол жерден қашып кетеді. Көрініс теңізге ауысады. Біз бұрынғы командо Беннеттің қайығына отырып, теңізге шығып бара жатқан көреміз. Ол жағалауда тұрған Кук пен Диасты байқайды. Олар бір-біріне қарап қалады. Сол кезде Кук бір құрылғыны шығарып, антеннасын тартады. Дәл сол сәтте Беннеттің қайығында бомба жарылып, үлкен қайық жарылып кетеді. Бұл Беннет өлді дегенді білдіретіндей көрінеді. Кук пен Диас өлтірген адамдардың бәрі бұрынғы әскери қызметкерлер еді. Көрініс тағы да өзгереді. Бұл жолы біз тағы да бір бұрынғы әскери адам Джон Матриксті көреміз. Ол оқшау фермада отын жарып жүр. Оның отбасының жақсы көретін адам екені байқалады. Өйткені кішкентай қызы артынан білдірмей келіп, оны шошытады. Бұл оның қызы. Джон қызымен ойнап бірге уақыт өткізеді және екеуі бірге таңғы ас дайындайды. Тамақтанып отырған кезде Джон фермаға жақындап келе жатқан тікұшақтың дыбысын естиді. Тікұшақ қонып, ішінен майор генерал Франклин Кирби шығады. Ол адамдардың айналаны бақылап тұруға бұйырады. Джон генералмен амандасып, бірге серуендеп сөйлеседі. Кирби оған бұрынғы әскери бөлімдегі барлық сарбаздарды белгісіз жалдамалылар өлтіріп жатқанын айтады. Джонның қызы тікұшаққа қызығып жақындағанда, Кирбидің адамдары Джексон мен Харрис онымен амандасып, қызды күзетіп тұрады. Кирби бұл шабуылдаушылардың артында кім тұрғанын анықтау үшін кетеді. Бірақ Джонды қорғау үшін Джексон мен Харристі қалдырады. Генерал тікұшақпен ұшып кеткеннен кейін Джон айналасына қарап, бір нәрсенің дұрыс емес екенін сезеді. Сол сәтте ол қызын алып, екеуі қонақ бөлмесінде жерге жата кетеді. Дәл сол кезде Диас пен Кук пайда болып, үйге оқ жаудыра бастайды. Атыс кезінде Харрис бірден қаза табады. Джексон да жараланады, бірақ әлі тірі. Джон қызы Дженниге дереу бөлмесіне барып, жасырынуды бұйырады. Қыз төсегінің астына тығылады. Ал Джон жасырын түрде үйден шығып, қарулары сақталған сарайға жетеді. Бірақ қаруын алып үйге қайтып келгенде, ол Джексонның өлгенін көреді. Ең сорақысы, оның қызы да ұрланып кеткенін біледі. Осы кезде Диас ашулы Джонның алдында пайда болады. Ол Джонға қызының өздерінің қолында екенін айтады. Егер қызын тірі көргісі келсе, олардың айтқанын орындау керек дейді. Сол уақытта Диастың адамдары қызды алып, көлікпен кетіп бара жатқан болады. Джон бір сәт ойланып қалады. Бірақ олардың талабын орындаудан бас тартып, бірден Диасты өлтіреді. Ол үйден шығып қудалау басталады. Джон оларды қуып жеткенімен жолы болмайды. Бірнеше адам оны ұстап алады. Сол кезде біз Беннетті көреміз. Сөйтсе ол бұрынғы жарылыста өлмеген екен. Сонымен қатар Беннеттің осы адамдармен бірге жұмыс істеп жүргені анықталады. Ол Джонға бұрыннан бері өш екенін айтады. Себебі Джон оны өте қатыгез болғаны және ережелерді бұзғаны үшін команда бөлімінен шығарып жіберген еді. Беннет Джонға оның және қызының басына түскен бәрі бұрынғы істеген іс үшін кегеген айтады. Сосын Джонға оқ атылады, бірақ ол өлтірген оқ емес, ұйықтататын дәрі. Беннет адамдарға Джонды жүк көлігіне салып жіберуді бұйырады. Келесі көріністе Джон үстелге жатқызылып, қатты шынжырмен байланып тұрған көреміз. Ол айналасына қарағанда, Беннеттің адамдары оны қоршап тұрған байқайды. Оны олардың басшысы Ариусқа алып келеді. Ариус Джон бұрын биліктен құлатқан Оңтүстік Америкадағы бұрынғы диктатор. Ариус Джонды бопсалап, өзінің туған елі Вальвердеде саяси қастаны жасауды талап етеді. Ол әскери төңкеріс ұйымдастырып, қайтадан билікке келгісі келеді екен. Олар Джонға өте анық айтып қояды. Жоқ деп айту мүмкін емес дейді. Егер ол оларды алдауға немесе қарсы шығуға тырысса, онда ол қызын енді ешқашан көрмейді. Қызы Дженнидің өмірі қауіпті болғандықтан, Джон бірден келісуге мәжбүр болады. Келесі көріністе біз Джонды әуежайда олардың екі адамының қасында көреміз. Біріншісі Салли. Ол Джонды бақылап, оның ұшаққа отырғанына көз жеткізу керек. Екіншісі Энрикес. Ол Джонның қасында күзетші болып, Джон тапсырманы орындағанша бақылап отыру дейсіз.
Ол Джонмен бірге Вальверде еліне ұшпақ. Джон әуежайда кірер алдында артынан Беннет айғайлап, егер оның адамдарының бірі хабар бермей қалса, оған Джон жауапты болатынын және сол үшін қызды өлтіретінін ескертеді. Джон жоспар бойынша әрекет етеді. Ол билет алып қарапайым жолаушы сияқты ұшаққа отырады. Сырттай қарағанда ол Беннеттің барлық бұйрығын орындап жатқандай көрінеді. Джон мен Энрикес ұшақта отыр. Джон стюардессаға жүгініп, Вальверде еліне жету үшін қанша уақыт кететінін сұрайды. Стюардесса оған ұшу шамамен 11 сағат болатынын айтады. Енді Джонның қолында 11 сағат уақыт бар екенін түсінеді. Ұшақ ұшуға дайын болған кезде Джон өте тыныш түрде Энрикесті өлтіреді. Оның мойнын сындырып жібереді. Содан кейін оның үстіне қалпақ пен көрпе жауып, ұйықтап отырған адам сияқты етіп қояды. Сосын Джон дереу ұшақтан жасырын түрде шығып кетеді және 11 сағатқа таймер қойып қояды. Ал Салли болса ұшақтың ұшып кеткенін көріп, Джонның ішінде отырғанына толық сенімді болады. Ол Ариусқа телефон шалып, Джон олардың барлық нұсқауын орындап жатқанын хабарлайды. Ал Джон қоғамдық орынға барып, Саллидің артынан ілесуді шешеді. Ол Синди есімді әйелді ұстап алып, көлігіне отыруын талап етеді және Саллидің көлігін аңди бастайды. Синди қатты қорыққанымен оның айтқанын орындап, Саллидің соңынан жүреді. Біраз уақыттан кейін Салли сауда орталығына тоқтап ішке кіреді. Осы кезде Джон Синдиге бүкіл жағдайды түсіндіріп береді және оны қорқытқаны үшін кешірім сұрайды. Синди сырттай оған сенгендей болып көрінеді, бірақ шын мәнінде ол Джонды ұрлаушы деп ойлайды. Джон кеткен бойда Синди сауда орталығының күзетшісіне жүгіріп барып Джонды адам ұрлаушы екенін айтады. Сол жерде Салли де болған. Ол Синдиді байқап оған жақындайды. Джон бір нәрсенің дұрыс емес екенін сезеді. Осы кезде бірнеше күзетші келіп Джонды қоршап алып, оны кім екенін анықтауға тырысады. Бірақ Джонның уақыты аз еді. Сондықтан ол күзетшілермен төбелесе бастайды. Төбелес кезінде Салли оны көріп қалып, дереу қаша бастайды. Ол телефон будкасына барып, Ариусқа Джонның ұшақтан түскенін хабарламақ болады. Бірақ Джон жетіп келіп, телефон будкасына түгел жұлып алып, Саллидің телефон шалуына жол бермейді. Күзетшілер тағы да Джонға шабуыл жасайды. Бірақ Джон өте күшті болғандықтан, оларды қайтадан жеңіп шығады. Сол арада Салли лифтке кіріп үлгереді. Ал Джон да лифтке жетуге жақын болады. Осы кезде Синди шын мәнінде не болып жатқанын түсінеді. Ол үлкен қателік жасағанын байқайды. Дәл сол кезде күзетшілердің бірі Джонға оқ атпақ болғанда Синди дереу келіп, күзетшіні баспалдақтан итеріп жібереді. Күзетші ашуланып Синдиді тоқтауға бұйырады. Бірақ Синди оны тыңдамай қашып кетеді. Енді ол да күзетшіге шабуыл жасаған үшін қашқынға айналады. Джон осы алаңдаушылықты пайдаланып, Саллидің артынан қууды жалғастырады. Салли автотұраққа жетіп, көлігіне мініп кетеді. Ал Джон Синдидің көлігіне отырып, оның соңынан қуады. Жолда олар күзетшілерден қашып келе жатқан Синдиді көреді. Ол да көлікке мініп, екеуі бірге Саллидің соңынан қуа бастайды. Синди Джонға көптеген сұрақ қояды, бірақ Джон үндемей, тек Саллиді қуумен айналысады. Ақыры ол Саллиге жетеді. Салли оларға оқ ата бастайды, бірақ Джон шегінбейді. Ол көлігімен Саллидің көлігін соғып, жолдан шығарып жіберуге тырысады. Ақырында Джон Саллидің көлігін аударып тастайды, бірақ өзі де Синдидің көлігін бағанаға соғып алады. Содан кейін Джон Саллиге жақындап, оның қалтасынан мейманхана бөлмесінің кілтін алады. Келесі көріністе біз Саллидің жартасының шетінде басымен төмен ілініп тұрғанын көреміз. Ол өмірін сақтап қалуды сұрап, Джонға Кукке апара алатын айтады. Себебі Кук Джонның қызының қайда екенін біледі. Бірақ Джон ақылды еді. Оның қолында мейманхананың кілті бар. Сондықтан ол қызын қай жерде ұстап отырғанын түсінеді. Сөйтіп Джон Саллиді жібере салады. Салли терең шатқалға құлап қаза табады. Сосын Джон мен Синди Саллидің көлігіне отырып, мейманханаға қарай жол тартады. Көрініс Ариусқа ауысады. Ол Дженниді тағы бір диктатордың оқшау вилласына апарады. Қызды сол жерде қамап, өздері кетіп болады. Ал Джон Синдиге қызының суретін көрсетіп, оны тұтқындаушылар бірдеңе дұрыс емес екенін түсінбей тұрып, қызын табуы керек екенін айтады. Олар мейманханаға бөлмесіне келіп, бүкіл бөлмені тінте бастайды. Осы кезде Кук та келіп, бөлменің есігін қағады. Джон Синдиге көйлегінің жоғарғы жағын сәл ашуын айтады. Өйткені Салли оны бөлмеге көңіл көтеру үшін алып келгендей болып көрінуі керек еді. Синди есікті ашады, Кук ішке кіріп, онымен сөйлесе бастайды. Дәл сол кезде Джон арт жағына шығып, Кукке шабуыл жасайды. Кук өмір үшін күреседі, бірақ Джон одан әлдеқайда күшті еді. Это вышибет из тебя весь дух. Я хаваю зеленые береты на завтрак. Когда голоден. Кук Джонға өзінің бұрын жасыл берет арнайы жасағында болған айтады. Бірақ Джон оған мән бермей, бірден оны өлтіріп тастайды. Содан кейін Джон мен Синди сыртқа шығып, Куктың көлігін көреді. Екеуі көлікті тексеріп, қандай да бір
із немесе мәлімет табуға тырысады. Сэнди көліктің ішінен бір түбіртек тауып алады. Оның үстінде ұшақ аңғарының мекен-жайы жазылған еді. Джон мен Сэнди көктің көлігімен сол жерге барады. Джон ол жерге келгенде, бұл өзі бұрын ұйықтататын дәрі бергеннен кейін оянған сол орын екенін түсінеді. Джон ғимараттың төбесін бұзып кіріп, айналаны тексере бастайды. Ол мұнда үлкен операция жүріп жатқан байқайды. Ариустың адамдарымен бірге жұмыс істейтін көтерілісшілер бұл жерге көптеген қару-жарақтарды жасырын түрде жеткізіп отырған. Содан кейін Джон басқару бөлмесіне кіреді. Онда бір көтерілісшіні кездестіреді. Джон оны бірден есінен тандырып, терезені ашып, Сэндиді де ішке кіргізеді. Сол жерде олар карта табады. Картада бірнеше жер белгіленген болатын. Екеуі сол белгілерді қарап, Дженни аралда ұсталып отырғанын түсінеді. Олар бірден сол аралға баруды шешеді. Сонымен қатар олар теңіз ұшағы бар екенін біліп, сол арқылы аралға тез жетуге болатынын анықтайды. Бірақ Джон алдымен қару-жарақ сатып алу керек екенін айтады. Келесі көріністе Джон қару-жарақ дүкеніне кіріп, ең жақсы мылтықтарды және түрлі жарылғыш заттарды ұрлап алады. Ол тіпті гранатомет алады. Мұны көрген Сэнди қатты таңғалады. Алайда олар сол жерден шығып кетпей тұрып, полиция келеді. Джон ұсталып, полиция көлігіне салынады. Ал Сэнди көлікте қалып, полиция көлігінің артынан қуады. Сосын ол гранатометті пайдаланып, полиция көлігін жарып, Джонды босатып алады. Ал бұл уақытта Ариус Джонның Вальверде еліне қашан жететін сұрап алаңдап отыр. Ол Джоннан қауіптенеді. Бірақ Беннет оған уайымдамауын айтады. Ол Джон қызының өмірін қатерге тігетін, ештеңе жасамайды деп сенім түрде айтады. Сол кезде Джон мен Сэнди Ариустың адамдары бақылап отырған Маринадан теңіз ұшағын тартып алып ұшып кетеді. Олар ұшақты Ариустың аралындағы жасырын базаның жағалауына қондырады. Джон Сэндиге генерал Кирбиге хабарласуды тапсырады. Ал өзі Ариустың вилласына қарай бет алып, Ариустың адамдарының бірінен соң бірін жоя бастайды. Осы уақытта Дженни вилланың жертөлесіне қашып кетеді. Бірақ ақыры Беннет оны қайта ұстап алады. Джон олардың ізімен барып, Беннетпен ұзақ әрі ауыр шайқасқа түседі. Джон! Соңында Джон Беннетті бұл құбырына шаншып өлтіреді. Сол кезде генерал Керби әскери жасақпен бірге келеді. Ол Джонға қайтадан әскери бөлімге оралуды ұсынады. Бірақ Джон бұл ұсыныстан бас тартады. Ол қызы Дженнимен және Сэндимен бірге теңіз ұшағына отырып, аралдан ұшып кетеді. Генерал Керби оны тоқтатпақ болғанда Джон жай ғана мүмкін емес деп жауап береді. Осылайша фильм аяқталады. Көргендеріңізге рахмет, ұнаса лайк басып, арнаға жазылып, қоңырау белгішесін басуды ұмытпаңыздар. Жаңа фильмдердің қысқаша мазмұнын бірге қарайық.